Саламатсыздар ма оқушылар? Мен биология пәні мұғалімі Зинеш Маржан Болатқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы адам қаңқасының құрылысы, тірек қимыл жүйесінің рөлі мен қызметі. Сабақтың мақсаттары: адам қаңқасының құрылысы мен қызметін сипаттау, тірек қимыл жүйесінің қызметін сипаттау. Күтілетін нәтиже: оқушылар адам қаңқасының негізгі бөлімдерін атай алады, тірек қимыл жүйесінің маңызын түсіндіреді, қаңқа жүйесінің адам өміріндегі маңызын талдай алады. Тірек қимыл жүйесінің маңызы: оның өзі екіге бөлінеді. Бірінші, бұлшықет атқарады, екінші, қаңқа сүйектері атқарады. Қаңқа сүйектері жаңағы тірек қызметін атқаратын болса, бұлшықет ол қозғалысқа келтіреді және ішкі мүшелерді зақымданудан қорғайды. Қаңқа сүйектері жалпы саны жағынан 200-ден астам. Ол бас бөлігінен, кеуде бөлігінен, қол сүйектерінен, жамбас және аяқ сүйектерінен тұрады. Қаңқа сүйектері сонымен қатар әртүрлі ішкі мүшелердің механикалық зақымданудан қорғайды. Яғни, бас сүйегінде орналасқан миды қорғайды, кеуде бөлігінде орналасқан жүрек пенен өкпені түрлі механикалық соққылардан қорғайды. Сонымен қатар тағы бір қызметі: сүйектер ол қан түзуге қатысады. Қызметтерді тағы да толықтыратын болсам, ең бірінші ағзаға тірек болу, қозғалысты қамтамасыз ету, ішкі мүшелерді қорғау, зат алмасу және қан жасушаларын жасау. Яғни қан жасушаларын жасау дегенде біздің сүйек кемігінде эритроциттер түзіледі. Ол эритроциттерді білеміз, бізге оттегіні тасымалдайтын жасуша болып табылады. Яғни адам қаңқасының адамға тигізер жалпы үлкен маңызы бар екенін біздер осы қызметін айтып отырған кезде көріп отырмыз. Сонымен қатар мына адам қаңқасы өздеріңіз көріп тұрғандай әртүрлі сүйектерден тұрады. Яғни ұзын сүйек, түтікше тәрізді сүйек деп айтамыз. Екінші, жалпақ сүйектерден тұрады. Жалпы адам қаңқасы әртүрлі сүйектерден тұрады. Яғни біздер адам қаңқасы орналасуына байланысты, жалпы ұзындығына, қысқалығына байланысты біздер оны екіге бөлеміз. Бірінші түтікшелі сүйектер, екінші жалпақ сүйектер. Түтікшелі сүйектердің өзі екіге бөлінеді: қысқа сүйектер және ұзын сүйектер. Ұзын сүйектерге өздеріңіз көріп тұрғандай қол сүйектері, аяқ сүйектері, жаңағы қабырға сүйектері, яғни осылардың барлығы да ұзын сүйектерге жатады. Ал қысқа сүйектерге жаңағы алақан сүйектері, жаңағы білезік сүйектер, саусақ сүйектері және аяқ бөлігіндегі табан сүйектеріндегі толарсақ, бәшбай сүйектері, олар қысқа сүйектерге жатады. Екінші жалпақ сүйектерге орналасуына байланысты, яғни үлкен көлемді алатын, яғни сүйектер жатады. Оған жауырын сүйектері, жамбас сүйектері, жаңағы бас, ми сауыт сүйектері жаңағы жалпақ сүйектерге жатады екен. Қаңқа бөлімдері: бас қаңқасы, дене қаңқасы, қол аяқтың еркін қозғалатын сүйектері, иық және жамбас белдеу сүйектерінен тұрады. Бас қаңқасы ми бөлігі және бет бөлігінен тұрады. Ми бөлігі ол тақ маңдай
және шүйде бөлігінен тұрады. Ал жұп сүйектерге самай және төбе сүйектерін айтамыз. Бұл сүйектер сүйек ішінде орналасқан миды түрлі зақымданудан қорғайтын бөлік болып табылады қызметі. Бет бөлігі ол жаңағы көз ұясы, жаңағы мұрын сүйегі және жақ сүйектерінен, бет сүйектерінен тұрады. Жақ сүйектерінің өзі екіге бөлінеді: үстіңгі жақ және астыңғы қозғалмалы жақтан. Тұлға қаңқасы ол жаңағы кеуде бөліктен және омыртқа жотасынан тұрады. Омыртқа жотасына тоқталатын болсақ, омыртқа жотасы 33-34 омыртқа жотасынан тұрады екен. Омыртқа жотасы 5 бөліктен тұрады. Бірінші мойын бөлік, екінші кеуде, үшінші бел, 8 көз және құйымшақ бөліктерінен тұрады. Мойын бөлігі 7 омыртқадан, кеуде бөлігі 12 омыртқа жотасынан, бел 5 омыртқа жотасынан, 8 көз 5 омыртқа жотасы және құйымшақ 3-4 омыртқа жотасынан тұрады. Омыртқа жотасының құрылысы омыртқа денесінен, доғадан және өсінділерден тұрады. Бұл жерде біздер 8 көздің құрылысын көріп тұрмыз және құйымшақтың құрылысын көріп тұрмыз. Кеуде қуысы төстен және 12 жұп қабырғалардан тұрады. Балалар, мына 12 жұп қабырғалары шеміршек арқылы төске жалғасады және омыртқа жотасына жалғасып тұрады. Кеуде қуысы ол тұлға бойындағы нені қорғайды? Яғни өкпені және жүректі қорғайды. Келесі бізде иық белдеуі, ол қол сүйектері. Иық белдеуі ол мына жерде орналасқан бұғанадан және жауырыннан ары қарай иық белдеуі болып табылады. Ары қарай тоқпан жілік, кәрі жілік, шынтақ сүйек, алақан сүйектері. Мына жерде майда сүйектер, оны білезік сүйектері және саусақ сүйектерінен тұрады. Жамбас белдеуі, яғни аяқ сүйектері. Аяқ сүйектері олар жамбас сүйегі, ортан жілік, асықты жілік, мына жерде орналасқан шыбық сүйек және аяқ табан сүйектері. Оларса табан сүйектері және башпай сүйектерінен тұрады. Бүгінгі тақырып бойынша оқушылар, мына тапсырмаларды орындайық. Бірінші сұрақ: қаңқаның негізгі қызметтерін атаңыз. Дұрыс, жарайсыздар. Яғни тірек, қозғалыс, қорғаныс, қан түзу, минералдарды сақтау қызметін атқарады екен. Екінші сұрақ: омыртқа жотасы неше бөлімнен тұрады және әр бөлімде неше омыртқа бар? Дұрыс. Жауабы 5 бөлімнен тұрады. Мойын 7,
кеуде 12, бел 5 омыртқа, 8 көз 5, құйымшақ 3-5 бөлігінен тұрады екен. Үшінші сұрақ. Аяқ пен қол қаңқасының құрылымдық айырмашылығы қандай? Жарайсыздар. Жауабы екеуі де ұзын сүйектерден тұрады. Бірақ қызметі мен пропорциясы әртүрлі. Аяқ тірек үшін, қол ұстау үшін бейімделген. Оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Адам қаңқасы қанша сүйектен тұрады? Дұрыс. 206. Келесі сұрақ. Омыртқа жотасы неше бөліктен тұрады? Жарайсыздар. Дұрыс. 5 бөліктен тұрады. Келесі сұрақ. Адамның қаңқасы неше жасқа дейін өседі? 22-25 жасқа дейін өседі екен. Балалар, экранға назар аударайық. Экранда адам қаңқасы берілген. Мына ұяшықтардағы сөздерді сәйкестендір. Дұрыс, балалар, жарайсыздар. Яғни бас сүйегі, мойын сүйегі, кәрі жілік, тоқпан жілік, шыбық сүйегі, жамбас, қабырға, аяқ сүйектері, яғни ортан жілік, асықты жілік және тобықтан тұрады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.